Жалпы еліміздегі кәсіпкерліктің даму қарқыны белсенді. Бүгінде олардың экономикадағы үлесі 40%-ға жетті. 5 жылда шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 1,5 есе артты. Ал шығарылатын өнім көлемі 2,5 есе көбейді. Елімізде жұмыс істейтін азаматтардың жартысына жуығы, яғни 4,5 миллион адам бизнес саласында еңбек етеді. Мен мемлекет басшысы ретінде шағын және орта бизнесті дамытуға айрықша мән беріп отырмын. Негізгі мәселенің бәрі де менің жеке бақылауымда. Үкімет кәсіпкерлікті жандандыру үшін ауқымды жұмыс істеп жатыр. Кедергілерді жою үшін нақты шаралар қолдануда. Дегенмен, әлі де шешім таппаған өзекті мәселелер мен түйткілдер аз емес. Оны біз ашық түрде мойындаймыз. Ең алдымен, қосылған құны жоғары сапалы өнім өндіретін шағын бизнеске барынша жағдай жасалу қажет. Мемлекет тарапынан тиісті қолдау көрсете отырып, кәсіпкерлеріміздің өз істерін кеңейтіп, жаңа деңгейге шығуына серпін берген жөн. Мұны кәсіпкерлікті дамыту саясатының маңызды шарты деп айтсақ артық болмайды.